уже мамандық таңдау керек та. Қандай мамандықтар ұнайды? Мысалы, 5 мамандықты айтады. Бесеуі де ұнайды дейді. Мгм. Бесеуінен бірінші орында қай мамандық, екінші орында қай мамандық, үшінші орында қай мамандық. Мысалы, 10 жылдан кейін сен осы маман иесісің. 10 жылдан кейін сен жұмысқа барасың, таңертең тұрасың, кеште келесің, таңертең қандай настроениемен тұрасың, жұмыста қандай настроениемен жүресің, өзіңді қалай сезінесің. Коучинг сұрақтар арқылы да ол мамандығын болжай алады да, сол мамандықта прям өмір сүріп көреді. Қай мамандықта комфортно. Врач болып көріп едім, что-то ұнамай тұр, там жұмысқа барған кезде қорқып барамын мүмкін. Там юрист болсам, вроде қызықтырақ, анау болса анау дегендей. И бала өзі қай мамандықты таңдау керек, соған келеді. Коучинг сұрақтар арқылы. Вроде проживать етіп, болашаққа барып, сол мамандықта болып, сол мамандықтың қайсысын сезіне алады, қайсысы прям денеде не сезініп тұрсың, денем прям комфортно, демалып тұрмын. Бір мамандықта айтады, денем қысылып, напряженный болып тұрмын дейді, например. То есть соның барлығын саралап келген кезде бала өзі шешім шығарады. Дәрігер болсам ұнамайтын сияқты, там юрист болсам ұнайтын сияқты дегендей да. Профориентацияда хочу, могу, надо деген үлкен формула бар. Хочу мына жер, хочу то, что ты любишь делать деген. Ғана мен қалаймын деген мақсатпен ғана мамандық таңдаса, онда могу и надо. Могу қолымнан келе ма, келмей ма, оған қабілетім бар ма, бейімділігім бар ма, оған қарамаса, там нефтяник болам, потому что деген нефтяниктерде көп ақша төлейді деп тек наданы, жаңағы надо, оған да қарамай тек қалаймын дейтін болса, ол кезде ол қалайсың, ну да, қалайтын мамандығың, но опасно тоже, да, вот мысалы ол табысқа алып келмейді. А когда сен только қолынан келеді, бірақ қаламаймын дейтін болса, онда ол эмоциональное выгорание, уже ұнамайды ол жұмыс. Ертең 5 жылдан кейін күйіп кетеді, жанып кетеді да. А егер тек қоғам талаптарына сай, зарплатасы көп, сол үшін сол мамандыққа барам дейтін болса, бірақ қолынан келе ма, келмей ма, қалай ма, қаламай ма, оған қарамайтын болса, тоже ол да выгоранияға алып келеді. Табысқа жету үшін адам и қалау да керек, и ол қолынан келу де керек, және ол қоғамның талаптарына сай болу керек. Маңызды ол мамандық таңдауда.